Сәлем достар, сіздермен жұп-жұмсақ қаттаманың рецептісімен бөлісетін боламын. Бала күнімнен бері ұнайды, жасап көріңіздерші, сіздерге де 100% ұнайды деп ойлаймын. Бұл қаттаманы жасау үшін сіздің ас үйіңізден табылатын заттардан ғана жасалады. Бізге қажетті заттар: 1 шай қасық тұзымызды бөлме температурасындағы сүтке араластырып, алдын ала електен өткізілген ұнымызға араластырып, орташа жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Мен қамырымызды шамамен 5-7 минут иледім. Дайын қамырды бөлме температурасында 20 минут тұндырамыз. Қамырымыз қаязып қалмау үшін салапанға салып, 20 минут бөлме температурасында қалдырамыз. Бөлме температурасында тұрған қамырымызды жақсылап илеп, 2 бөлікке бөліп, суала жасайтын боламыз. Суала жасалған қамырымызды салапанға салып, 5 минутқа қалдырамыз. Дайын болған қамырымызды оқтаумен басып, жұқартып, қамырымыздың арасына ұн сеуіп отырып, қамырымызды жаямыз. Қамырдың біркелкі тегіс жұп-жұқа шығуы үшін қамырдың үстінен қатты бар күшімізбен баспау қажет. Бөлме температурасындағы сары майды қамырымызға біркелкі етіп жағып шығамыз. Сары майымызды жақсылап жағып алғаннан кейін, осылай қамырымызды арасында ауа қалдырмай орап шығатын боламыз. Екінші қамырымызды да дәл осылай жұп-жұқа етіп жайып, арасына сары майды жағып, осылай 2 қамырды біріктіріп, арасында ауа қалдырмай біріктіріп шығамыз. Қамырымыз дайын болды. Менде 6 дана қаттама шықты. Дайын болған қаттаманы суала жасап, осылай орап, үстінен басып, қаязып қалмау үшін салапанға салып, жарты сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Тоңазытқышта жарты сағат қалдырдым. Ұн сеуіп отырып, орташа қалыңдықта жайып дайындап аламыз. Қызып тұрған табаға 1 қасық сұйық май құйып, қаттама нанымызды салып, осылай жаймен, қолмен қозғай отырып, екінші бетіне ауыстырамыз қаттама нанды. Екінші бетіне ауыстырған кезде міндетті түрде 1 қасық сұйық майдан құйып отырыңыздар. Біркелкі қызарып пісуі үшін осылай жай отта үнемі қозғап отыратын боламыз қаттамамызды. Екінші бетіне аударған кезде міндетті түрде осылай 1 қасықтан сұйық май құйып отырамыз. Үйдегі аталарыңызға, апаларыңызға, кішкентай балаларыңызға жасап беруге кеңес беремін. Міндетті түрде ұнайды деген сенімдемін.
Сіздермен бірге болған Гүлманат менің YouTube каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар.